Өзі болар жігітті кісесінен таныған текті қазақ армысың? Жақсыны көрсе жақыттай бағалаған, тектіні көрсе тепсінбей ағалаған, мәшһүрді көрсе пайғамбар тұтқан, ғалымды көрсе қыдырындай сыйлаған дархан халықтың дала көңіліне не жетсін? Қазақта жақсы адам ет дейтін сөз бар. Пендені мәңгілік мекеніне аттандырып саларда бұл сөзді шын жүректен айтамыз. Иә, жақсы адам ет дейміз. Әруақты сыйлаған жұрттың адал пиғылы ғой. Ал шын мәнінде жақсы адам кім? Осы сауал көп ойландырады. Әз Жәнібектің 60 биі болған екен. Бір жолы хан билеріне дүниеде не өлмейді деп сұрақ қойғанда 60 биі бір ауыздан былай депті: ағын су өлмейді, асқар тау өлмейді, аспанда ай мен күн өлмейді, әлемде қара жер өлмейді. Сонда жиренше шешен бәріне қарсы шығыпты. Ағын судың өлгені, алтай қыста қатқаны, асқар таудың өлгені, басын бұлттың жапқаны, ай мен күннің өлгені, еңкейіп барып батқаны, қара жердің өлгені, қар астында жатқаны. Ажал деген атқан оқ, бір алланың қақпаны. Дүниеде не өлмейді? Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді. Иә, есте жоқ ескі заманда Жәнібекті әз тұтып, жиреншені ділмәр санаған халқымыздың парасат пайымы да биік қой шіркін. Шынымен де жалған дүниеде мәңгілік ештеңе жоқ. Жақсының аты, ғалымның хаты өлмес. Тіршілікте біреуге көлеңкеңді түсірмей, біреуді алалап, біреуді жалаламай, қамшының сабындай келте ғұмырда қолынан келген жақсылығыңды өзгеге жасасаң, соңынан айта жүрер аңыз қалады. Жақсы әкенің әруағы жаман ұлды 30 жыл сүйрейді деген. Жақсы кісі деген атқа лайық қарекет қылып жүрміз бе? Бұл сұрақты сіз де ойлаңыз. Кейде дүниені жалпағынан басып, атағынан ат үркетін кісілер көзден кетіп, көңілден өшкен соң, соңынан айтар бір түйір жақсылығы қалмайды екен. Себебі тіршілікте бір адамға қол ұшын созбаған. Сондықтан да көркем мінезімізбен, жомарт пиғылымызбен, адал ниетімізбен тіршілікте бір-бірімізге қайыр қылуды үйренейік ағайын. Машқарға аттанарда жақсы кісі дейтін сөзді пенделер бір-ақ рет айтар. Ал артыңнан жақсы адам ет деп айта жүрер жақсылығың қалама. Бұл да пенденің нысабына байланысты екен. Қадірлі ағайын, арғымақтың белгісі аз оттарда көп жусар, ақылдының белгісі аз сөйлерде көп тыңдар демей ме? Өзегімізге ізгілік тәнін себетін ғибратты әңгімеден ой түйсек, одан асқан байлық жоқ шығар деп ойлаймын. Әрине, ақыл айту оңай, ақылды болу қиын. Жақсы деген атқа лайық боламын деп жалған намыспен шапқылайтындар да жоқ емес. Ізгі адам жақсылықты үндемей жасайды. Қашанда жақсылығымыз жанымыздың ұраны болсын ағайын. Өтсе болды, халыққа ұнай ма, ұнамай ма, білмеймін әйтеуір. Ең бастысы ұнаса болды халыққа. Достар, айтпақшы, егер де осы бағдарлама сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписация бөліміне бізге жазылыңыздар. Ал бізге көп демеушілік жасап жатқан Тасайға рахметімді айтамын.